Іс қағаздарын жүргізу бойынша практикалық жұмысымызды жалғастырамыз. Қазір сөйлемдер аударамыз. В связи с необходимостью прошу вас направить информацию. Осы сөйлемді аударамыз. Алдымен сөз тіркестерін аударып алайық. В связи с необходимостью қажеттілікке байланысты. Прошу вас, сізден сұраймын. Направить информацию, ақпарат жолдау. Енді осы сөз тіркестерін байланыстырып, сөйлем құрастырайық. Шамалы уақыт берейін, өздеріңіз аударып көріңіздер. Егер аударып болсаңыздар, қазір тексерейік. Қажеттілікке байланысты сізден ақпарат жолдауды сұраймын. Қажеттілікке байланысты сізден ақпарат жолдауды немесе жолдауыңызды сұраймын. Есте сақтап алыңыздар. Келесі сөйлем. Просим вас принять меры в отношении данной ситуации. Сөз тіркестерін аударып алайық. Принять меры, шара қолдану. Просим вас, сізден сұраймыз. Мұны жаттап алған шығарсыздар. Данная ситуация, осы жағдай. В отношении, қатысты. Енді осы сөз тіркестерін байланыстырып, сөйлем құрастырайық, яғни аударайық. Сізден осы жағдайға қатысты шара қолдануды сұраймыз. Сізден осы жағдайға қатысты шара қолдануды сұраймыз. Немесе шара қолдануыңызды сұраймыз. Келесі сөйлем. Прошу вас предоставить информацию о проведенной работе. Прошу предоставить, беруді сұраймын. Проведенная работа, жүргізілген жұмыс. Предоставить информацию, ақпарат беру. Енді осы сөз тіркестерін байланыстырамыз. Жоғарыдағы сөйлемді аударамыз. Аударсаңыздар, қазір тексерейік. Сізден жүргізілген жұмыс туралы ақпарат беруді сұраймын. Қайталайық. Сізден жүргізілген жұмыс туралы ақпарат беруді сұраймын. Немесе беруіңізді сұраймын. Согласно плана работы проведена проверка документов. Сөз тіркестерін аударамыз. План работы, жұмыс жоспары. Согласно, сәйкес. Проведена, жүргізілді. Проверка документов, құжаттарды тексеру. Енді осы сөз тіркестерін байланыстырып, сөйлем құрастырайық. Яғни жоғарыдағы сөйлемді аударайық. Өздеріңіз аударып көріңіздер, қазір тексереміз. Жұмыс жоспарына сәйкес құжаттарды тексеру жүргізілді. Осы сөз тіркестерін естеріңізге сақтап алыңыздар. В соответствии с законом необходимо предоставить документы. Сөз тіркестерін аударайық. В соответствии с законом, заңға сәйкес, необходимо, қажет. Предоставить документы, құжаттарды ұсыну. Ал енді сөйлем құрастырайық. Өздеріңіз аударып көріңіздер. Қазір тексереміз. Өз беттеріңізше аударып көріңіздер. Заңға сәйкес құжаттарды ұсыну қажет. Бұл жерде ұсыну деген сөз жақсы келіп тұр. Негізі предоставитті беру деп те аударамыз. Бүгінгі сабақта қолданылған сөздер мен сөз тіркестері. В связи с необходимостью, қажеттілікке байланысты. Принять меры, шара қолдану. Данная ситуация, осы жағдай. В отношении, қатысты. Проведенная работа, жүргізілген жұмыс. Проверка, тексеру.